Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қаратпа сөз. Біз өткен сабақта сендермен қаратпа сөздің не екенін білдік. Қаратпа сөз біреудің назарын өзіне аудару үшін қолданылатын сөздер. Бүгінгі сабақта сендер мәтіннің негізгі ойын анықтайсыңдар. Қаратпа сөздерді ажыратасыңдар және тыныс белгілерін дұрыс қоясыңдар. Өлеңді мұқият тыңдаңдар. Балақай. Бүлдірген тереміз балақай, алақай. Ат жарыс көреміз балақай, алақай. Айға ұшып барамыз балақай, алақай. Кел ағаш жарамыз балақай, әй атай. Өлеңдегі бүлдірген тереміз балақай сөйлемінің сызбасын тауып көріңдерші. Төмендегі қай сызба сөйлемге сәйкес келеді? Таба алдыңдар ма? Жауаптарыңды тексеріп көріңдер. Бірінші сызба сөйлемге сәйкес келеді. Сөйлемдегі қаратпа сөзді табыңдаршы. Дұрыс айтасыңдар. Балақай сөзі қаратпа сөз болады. Бізге сөйлемдер берілген. Осы сөйлемдерге қаратпа сөз қосып, толықтырып жазыңдаршы. Жаза алдыңдар ма? Қане, жауаптарыңды салыстырып көріңдер. Балам, мені көшеден өткізіп жіберші. Терезені дұрыстап жапшы, қызым. Я, құлыным, оқып жүрсің бе? Балалар, бірінші сөйлемдегі қаратпа сөз сөйлемнің басында кездескен. Және қаратпа сөзден кейін үтір қойылған. Екінші сөйлемде қаратпа сөз сөйлемнің соңында кездескен. Қаратпа сөздің алдынан үтір қойылған. Үшінші сөйлемде қаратпа сөз сөйлемнің ортасында кездескен. Қаратпа сөздің екі жағынан үтір қойылған. Бұл тыныс белгілерін естеріңе сақтаңдар. Мәтінді мұқият тыңдаңдар. Кәкеннің демалысы кезінде әкесі: ертең жолға шығамыз балам, тағы да тауға шығып кетпе, деді. Қайда барамыз көке? Деді Кәкен. Ауылға барамыз, бабаңа сәлем беріп, батасын алып қайтамыз. Баба деген кім ол көке? Бабаң әкеңнің атасы, атаңның әкесі. Балалар, мәтіндегі маңызды сөйлемді тауып көріңдерші. Таба алдыңдар ма? Ауылға барамыз, бабаңа сәлем беріп, батасын алып қайтамыз. Бұл сөйлем неге маңызды? Қалай ойлайсыңдар? Себебі мәтіннің негізгі ойы болады. Мәтіннің негізгі ойы қандай? Мәтіннің негізгі ойы үлкенге сәлем беру, үлкенді құрметтеу. Енді осы мәтіннен қаратпа сөздерді тауып көріңдерші. Балам, көке, көке. Бұл сөздер қаратпа сөздер. Балам сөзі сөйлемнің ортасында кездескен. Көке сөзі сөйлемнің аяғында кездескен. Тыныс белгілеріне назар аударыңдар. Берілген сұхбатты жалғастырып көріңдер. Ата, ең қымбат нәрсе не? Туған жеріңнен қымбат еш нәрсе жоқ. Неге? Қане, сұхбатты жалғастырып көріңдер. Сұхбатты жалғастырдыңдар ма? Жауаптарыңды салыстырып көріңдер. Ата, ең қымбат нәрсе не? Туған жеріңнен қымбат еш нәрсе жоқ. Неге? Себебі туған жер ол біздің алтын бесігіміз. Кіндік қанымыз тамған жер, анамыз. Адамзатта екі ана болады. Жарық дүниеге әкелген анасы және осы дүниеде өз бауырына аунатып өсірген жер анасы, туған жері. Ендеше балалар, қайда жүрсек те туған жерімізді ұмытпай, анамызды қалай қастерлесек,
туған жерімізді солай қастерлейік. Мен оның түнін сүйем, күнін сүйем. Ағын дөзен, асқар тау, гүлін сүйем. Мен оның қасиетті тілін сүйем. Мен оның құдіретті үнін сүйем. Бар жәндігін сүйемін қыбырлаған. Бәрі маған отан деп сыбырлаған. Жаным менің, Кеудемді жарып шықты. Бозторғайы бол оның. шырылдаған. Отан, Отан бәрінен биік екен. Мен оны мәңгілікке сүйіп өтем. Ата мен бала. Ата, жаңғағымды шағып берші, тісім жоқ. Ата, портфелімді алып берші, күшім жоқ. Балам, неге күлесің? Менің жасымда 90-нан ассаң білесің. Өлеңдегі қаратпа сөздерді тауып көріңдер. Ата, ата, балам. Бұл қаратпа сөздер сөйлемнің басында кездесіп тұр. Және қаратпа сөзден кейін үтір қойылған. Балалар, бүгін біз сендермен қаратпа сөзді қайталадық. Енді қаратпа сөз туралы алған білімдеріңді тексерейік. Қаратпа сөздің қызметін анықта. А. Хабарлама жасау. Ә. Біреудің назарын аудару. Б. Көзқарасын білдіру. Қай жауапты таңдайсыңдар? Дұрыс жауабы біреудің назарын аудару. Қаратпа сөзден кейін қандай тыныс белгісі қойылады? А. Нүкте. Ә. Леп белгісі. Б. Үтір. Дұрыс жауабы үтір. Қаратпа сөзі бар сөйлемді тап. Тиісті тыныс белгісін қой. А. Ата, қалыңыз қалай? Ә. Бабама сәлем беріп қайттым. Б. Атам маған батасын берді. Қай жауапты таңдайсыңдар? Дұрыс жауабы ата, қалыңыз қалай? Мұндағы ата сөзі қаратпа сөз. Және қаратпа сөзден кейін үтір қойылады. Тыныс белгісі дұрыс қойылған сөйлемді тап. А. Әке, ауылға қашан жетеміз? Ә. Асықпа балам, бәрі өз уақытында. Б. Ассалаумағалейкум, ата. Дұрыс жауабы асықпа балам, бәрі өз уақытында. Қаратпа сөз сөйлемнің ортасында кездескен. Қаратпа сөздің екі жағынан үтір қоямыз. Берілген сөйлемді қаратпа сөзі бар сөйлемге айналдырып жазыңдар. Мені атама ала барыңызшы. Әке, мені атама ала барыңызшы. Мұндағы әке сөзі қаратпа сөз болады. Бүгін сендер сабақта мәтіннің негізгі ойын анықтадыңдар. Қаратпа сөздерді ажыраттыңдар және тыныс белгілерін дұрыс қойдыңдар. Балалар, қаратпа сөздерді толық түсінгендеріңе сенемін. Қаратпа сөздердің тыныс белгілерін естеріңе сақтаңдар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.